Саламатсыздар ма? Мен Қызылтөбе лицейінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі Жүнісова Балағыз Абдрахманқызымын. Жүсіпбек Аймауытов білім негізі ана тілі арқылы меңгерілетінін айта келе, ана тілі жақсы меңгере алмай тұрып, өзге пәндерді түсіну мүмкін емес дегендей, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті бойынша сапалы білім алу оқушылардың өздерінің ойлары мен эмоциясын басқаларға жеткізе алу үшін еркін оқуына және жазуына мүмкіндік береді. Оқушылар өз білімдерін қажетті жағдайларда қолдануды үйренеді. Соның нәтижесінде олардың бәсекеге қабілеттілігі артып, өмірде туындайтын әртүрлі қиындықтарды еңсеру барысында қолдануға мүмкіндік алады. Оқу оқушының шынайы өмірді түсінуіне көмек беретін құбылыс. Сондықтан біз Қызылтөбе лицейінің 5 сынып оқушыларымен сыныптан тыс көркем әдебиет оқуды қолға алдық. Кітап оқу сайысын ұйымдастырдық. Алдымен балалардың жас ерекшелігіне сай көркем әдебиеттің тізімін жасақтадық. Солардың ішінен Бердібек Соқпақбаевтың, Марат Қабанбаевтың, Қалқаман Әбдіқадыровтың, Шерхан Мұртазаның шығармалары таңдап алынды. Кітап оқу нәтижесі тест арқылы қорытындылап, үздік оқырман ретінде оқушылар марапатталып отырды. Сонымен қатар 5 сынып оқушыларының ата-аналарымен байланыс жасаудың бір жолы ретінде әрі оқушының шығармашылық қабілетін таныту мақсатында телефон арқылы сынып жаңалығы бағдарламасын, жаңалық хабарларын ата-аналармен бөлісе алды. Айтар ақпаратын оқушы өзі дайындап, өзі жүргізіп отырады. Апта соңында талқылау жасалынып, оқушылар бірін-бірі бағалайды. Бұл бастама ата-аналар тарапынан да қолдау тапты. Мен Турей Гүлім 5 сыныбында оқимын. Біз осы жылдың басында Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» және де «Собыр сапар» әңгімелерін, яғни шығармаларын оқыдық. Бұл шығармаларды оқу біз үшін қиындық келтірмеді. Біз сабақтан тыс кітапты оқудан қиналмадық. Себебі сабақ оқуда, бұл шығармаларды оқуға да біз үлгердік. Бұл шығармалардан көптеген нәрселерді үйренуге болады. Тілдік қорыңды жақсартуға, тағы да басқа да көптеген нәрселерді үйренуге болады. Менің оқушыларға айтарым, кітап оқудан ешқашан жалықпаңдар. Кітаптың адам өміріне тигізер деген пайдасы мол. Мен Аманов Азамат 5 сыныбында оқимын. Біз жыл басында Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларын оқыдық. Олар «Менің атым Қожа» және де «Собыр сапар». Оларды оқу бізге қиын болмады. Себебі біз сабаққа да, кітап оқуға да үлгердік. Осыдан кейін менің тілдік қорымды байытуға